Биыл 1,8 миллион адамның, оның ішінде бюджет саласында еңбек ететін 350 мың азаматтың әл-ауқатын арттыру көзделген. Нәтижесінде биылдан бастап мектеп кітапханашылардың жалақысы 20%-ға өсті. Ал 2027 жылға қарай бұл қызметкерлердің айлығы 2 есеге көбейеді деп күтілуде. Бақыт Құнафина 1994 жылдан бастап Тараздағы номері 47 мектепте кітапханашы болып қызмет атқаруда. Ол 30 жылға жуық еңбек жолында мыңдаған оқушыны кітап нәрмен сусындатып келеді. Еңбек адамы жаңа жылдан бастап кітапханашылардың айлығының өскеніне мемлекеттің оларға жасаған үлкен қамқорлығы дейді. 5-6 жылдың көлемінде жаңа жобалар, жаңа проектлер, жаңа өзгерістердің арқасында кітапханаға деген жаңағыдай көзқарас жоғары жақтан да өзгерді десек болады. Міне енді мемлекет тарапынан осы кітапханашылардың жалақысы өте төменін байқап, зерделеп, біздің айлығымызды өсіруді ұсынған екен. Қуанып жатырмыз. Ол да біздің жұмысымызға жаңа серпіліс береді деген ойдамыз. Президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев халыққа жолдауында азаматтардың табысын арттыру үшін 2024 жылғы 1 қаңтардан бастап ең төменгі жалақы мөлшерін 80 мың теңгеге көтеруді тапсырған болатын. Осы тапсырманың барлығы қазіргі таңда орындалуда. Кітапханашылардың, кіші қызметкерлердің, тәрбиешілердің жалақысы 20%-ға 1 қаңтардан бастап артты. Қазір мектептердегі кітапхананың жұмысы жанданған. Мұнда қызметтің барлығы заманауи түрге көшірілуде. Сонымен қатар оқушыларды кітап оқуға баулу мақсатында балаларға ыңғайлы жағдайлар қарастырылған. Мәселен, сергіту бұрыштарында балалар шахмат, дойбы сынды ойындарды ойнап, бір мезгілде демалады. Қазіргі заманда біз барлығымыз телефонға көп уақыт бөлеміз. Соның арқасында мысалы кітапханада бізде QR код бар. Сол арқылы мысалы үйде оқыған кітабымызды ұмытып кетсек, QR арқылы кітапханаға өтіп, жаңа кітапты ешқандай қиындықсыз келген жерімізден ары қарай жалғастырып оқи береміз. Биылдан бастап мектеп кітапханасында ОПИК бағдарламасы іске қосылған. Яғни осы жаңашылдықтың нәтижесінде кітап сүйер қауым QR код арқылы мектептегі кітаптарды электронды түрде оқи алады. Гүлзат Сейдуллақызы, Асылжан, Шымкент, Айқын ақпарат.